Дала төсін дабылдатқан тұлпар тұяғының дүбірі. Ат десе делебесі қозатын ағайынның қиқуы Алматының аспанын жаңғыртты. Ұлы дала ойындары Алматының төрінде биыл екінші рет жалауын желбіретіп отыр. Биылғы чемпионатқа еліміздің 15 командасы қатысып жатыр. Елдің ең мықтылары кімдер? Біз айтамыз. Чемпионат дедік қой, мұнда қисын бар. Ұлттық спорт түрлерінен ересектер арасындағы ел чемпионаты биыл Алматы қаласында ұйымдастырылды. Финалдық ойындар Ұлы дала ойындарының аясында өрбіді. Екі атау, бірақ бір мүдде. Енді осы кезекті ел чемпионаты Қазақстан Республикасының ұлттық ат спорт түрлерінің көкпар, аударыспақ, теңге ілу және жамбы атудан мен осы Алматы қаласының әкімшілігі мен спорт басқармасы ұйымдастырып беріп жатыр. Енді осының аяқ жағы өзіміздің былтырдан бері ұйымдастырып жатқан Ұлы дала ойындары өтеді 19-на қарай. Міне соған көрермендердің бәріне қош келдіңіздер дейміз. Биылғы біріншілікке еліміздің 15 аймағынан спортшылар келгенімен көкпарға 13 команда тіркелді. Қалғандары жамбы ату, теңге ілу, аударыспақта бақ сынайтындар. Жарыстың алғашқы күні Оңтүстік Қазақстан облысы, Ақмола көкпаршылары, одан кейін Ақтөбеліктер Павлодар облысы, Маңғыстаудың Адай атасы мен Алматы қаласы құрамалары ойын көрсетті. 4 топқа бөлініп өзара шын мықтыны анықтады. Әрбір топтың жеңімпаздары финалдық ойындардың жолдамасын сарапқа салатын болды. Бастысы, бұл чемпионатта атта адамда ұлттық құрама қатарына енуге тырысты. Өйткені тарихта тұңғыш рет әлем чемпионатын өткізгіміз келеді. Көкпардан бұл жоспарда бар. Жан-жақта Самұрық Қазына Трасты әлеуметтік қолдау қорынан бұл жерде кәдімгідей көмек бар. Міне сізге бір қызық нәрсені айта кеткім келеді. Америка құрлығы қазір көкпар шабайын деп жатыр бұйыртса. Ресей болса қашаннан бұл жерге ат салысып келе жатыр. Қытай Халық Республикасына кетіп, Моңғолиядан, Ауғанстаннан, болса Тәжікстан, Өзбекстан, Қырғызстан, Түркия сияқты елдер кәдімгі осы жерге, Европадан Франция келеміз деп заявка берді. Енді қаншалықты олар нақты несі болған жоқ, бірақ көре жатамыз. Сондай әлемдегі кәдімгі аузына ел қараған мемлекеттердің бәрі біздің ұлттық спортымыз көкпарға атсалысайын деп жатыр. Бұл деген шынында да біздің қанатымызды кең жайғандығымыздың бір дәлелі деп ойлаймын. Мықты шабандоздарды, мықты аттарды біз әлем чемпионатына іріктеу деп есептейміз. Өйткені осы жерде Қазақстан құрама командасы жасақталады. Қазақстан құрама командасы тек қана шабандоздардан ғана тұрмайды ғой, аттардан тұрады. Сондықтан бұл жердің кәдімгі іріктеу жарысы деп білуге болады. Іріктеуден құрама сапы толықтай қайта жасақталады. Әлем біріншілігіне дейін 3 айдың айналасындағы уақыт дайындалуға тиісті. Сондай-ақ әлем жұртының назары көкпардың серкесіне болады. Мұны алмастыратын ортақ нәрсенің қажеттілігі туғалы жылжып аясты. Ендеше бұл чемпионаттың тағы бір мақсаты серкеміздің муляжын жасау, макетін жасау дейміз, соны қолға алып жатырмыз. Осы чемпионатта соны бір үш түрлі қазір компания ұсынған муляж бар. Сол муляжды жаңағы апробациядан өткізіп жатырмыз. Шабандоздардың тақымына салып, қолдарын ұстап көрсін. Және де сол муляжды біз әлем чемпионатында пайдаланатын боламыз. Ұлттық құраманың жаңа сапы, жасанды серке, жылдам аттардың дәуренін тамызда көреміз. Тойдың болғаннан болатысы қызық емес пе? Бастысы ұлттық ойынымыз әлем халқының алдында салтанат құрады. Хош, Алматы қаласында жалауын желбіреткен ел чемпионатына қайта оралайық. Біріншіліктің жартылай финалистері 6 күндік айқастан соң бірақ белгілі болды. Өз тобында үздік болғандардың көшін Маңғыстаудың Адай атасы бастады. Одан соң батыстың тағы бір ұжымы атыраулық Нарын жартылай финалға жолдамалы. Ал оңтүстіктен келген Құлагер де өз тобында қарсылас шақ келтірмеді. Соңғы ойында Жамбылдың әулиеатасы Алматы облысының Үшқоңырынан басым болды. Чемпионаттың тағы бір ерекшелігі төрешілер құрамының өзгеруі. Білім жетілдіру курсынан өткен төрешілер ғана ойынды бақылауға мүмкіндік алды. Осыдан соң қара қылды қақ жарған төреліктің әділ болуына сенім бар дейді мамандар. Бұл өте мұқият болу керек. Өте қадағалап қарау керек. Ереже бойынша өткізу керек. Төреші деген әділ болу керек. Ал көкпардың жартылай финалдық қос ойынында Құлагер Адай атадан айласын асырды. Жамбылдың әулиеатасы Нарынның қарымын көріп айқын басымдықпен өрге озды. Еліміздің 9 дүркін чемпиондары финалда оңтүстіктің Құлагермен кездеседі. Былтырғы жеңісті қайталауға тағы да мүмкіндік бар. Алайда финал туралы сәлден соң. Айтпақша, жанкүйерлердің арасынан көкпарға арнайы өзге облыстан ат басын бұрғандар да бар. Өйткені аудан ауылдардағы ағайын командалық көкпарды үйренгісі келеді һәм дамытуға мүдделі. Бізде енді жалпы көкпарға деген мынау қазіргі жастардың бәрі сол ынталы, құмар. Ал енді қазір осы
келген себебім осы бір командалық көкпарда өз көзімменен көріп, алдағы уақытта сол командалық көкпарға бізде үлесімізді өзіміз қоссақ деген. Мына ауданның жастары өзі жақсы жетіліп келе жатыр ғой көкпарға деген. Соған енді соны ұйымдастыруға алдағы уақытта соған атсалысып жатырмыз. Аптаға созылған сайыстардың ішінде теңгелу, жамбату, аударыспақтың жеңімпаздары анықталды. Әуелі еңкейгіштердің ептілігін тексер. Еліміздің 15 облысынан келген теңгелушілер 2 айналым бойынша сынға түсті. Іріктеу сындарынан финалдық бәсекеге 7 шабандоз шықты. Жылдамдық пен ептілікті талап ететін бұл спорт түрінде Ақтөбе мен Оңтүстік Қазақстан облысының спортшылары бірдей ұпай жинады. Тағы да Бәшімбаев пен Сапарбек өзгеден ерек екендерін дәлелдеді. Екеуі де жердегі 5 теңгенің барлығын ілді. Алайда уақыт өлшемі бойынша шымкенттік Мағжан Сапарбектің мерейі үстем болды. Осы чемпионатқа бір 3-4 айдан дайындалдым ғой. Одан алдында дайындалдық ғой, жарыстан кейін де 3-4 айда дайындалдық. Чемпионат өте тартысты өтті. Бір жақсы қарсыластар өте осал болмады қарсыластар. Оның ішінде Әлихан Бәшімбаев ақтөбелік, Зұлфар Бейбарыс Алматы қаласындағы. Теңгелуден соң әдеттегідей аударыспақтың апайтос батырлары шықты. Шығыс Қазақстанның басқа аймақтардың барлығынан жиналған 15 команда жігіттері бақ сынады. 5 салмақта өрбіген бәсекелерді бастаған 60 келіде Батыс Қазақстанның палуанына ешкім тең келмеді. Ақтық сында Нармағамбет Иманғазы оңтүстік спортшысы Ерғали Бекбасаровтан мықты екенін көрсетті. Одан кейін 70 келіде Еслемов Кенжебек Ақмолаға алтын арқалап қайтты. Күміспен қоланы Павлодар мен Шымкенттің аударыспақшылары еншіледі. 80 келіден бастап оңтүстік оғландарының бағы жанында бабы келісіп тұрғаны байқалды. Алтын жүлдені Есімхан Рахметіллә бірінші алды. Одан кейін 90 және 80 келіден жоғары салмақта Азияның 2 дүркін чемпиондары Сіріміз Басаров пен Біржан Қосалиевтерге теңгелер ешкім болмады. Осылайша командалық есепте бір қола бір күміс 3 алтынмен Оңтүстік Қазақстан көш бастады. Қазір таңда әр салмақта әрбір спортшылар әр облыстағы құрама мүшелері бар, өте керемет дайындықпен келген. Бүгін енді оның өзіміз көзіміз жетіп, өте тартысты ойындарды көріп, расында үлкен қуанышқа жетіп отырмыз. Себебі біздің ұлттық спортымыз қанатын жайып, осы Қазақстанның түкпір-түкпірінде даму жолына түскенін байқалып отыр. Бұл деген үлкен жетістіктің бірі. Аударыспақпен айналысып отқаныма 5 жылдың көлемі болды. Жастар арасында өнер көрсеттім ең алдымен. Биыл үлкендер арасында бірінші чемпионатым. Алла бұйыртқан екен бірінші орынды. Осы бірінші орынды алып отырық. Аударыспақтан соң жамбы көздегендердің жарысы өрбіді. Құралайды көзге атқандардың ішінен нағыз бабындағысын таңдаймыз деген ойдың болғаны жасырын емес. Алайда көбісі білгендерінен жаңылды. Қалқан атудан нысананың дәл ортасына тигізгендер болды, бірақ аз. 30 метр қашықтықта тұрып атудан жебелер нысанадан қиыс кетіп жатты. Десек те, көп ұпай жинаған 7 спортшы финалда 2 мүмкіндіктен жамбы көздеді. 7 спортшы 14 рет садақ тартса, соның біреуі ғана жамбады. Бұл оқ Оңтүстік Қазақстаннан келген Ербұлан Бекбосынға тиесілі болатын. Осылайша бас аяға 12 ұпаймен Шымкент спортшысы ел чемпионы атанды. Чемпионат өте жақсы өтті. Үлкен дайындықпен келген көп балалар. Бірінші, екінші кезеңнен ұпай азын-қарақ жинап, үшінші кезеңде нысанаға дөп тигізіп, жеңімпаз атандық. Осы чемпионатта командалық есепте көш бастаған Оңтүстік Қазақстан облысында жаттықтырушылар арасында ауыс-түйіс болды. Мәселен, аударыспақтан облысының аға жаттықтырушысы Жанбатыр Бекмұсаев аталған спорт түрінен Қазақстан жастар құрамасының бас бапкері қызметіне тағайындалды. Спортшылары Азия чемпиондары болып, Қазақстан неше дүркін жеңімпаздары болған, соны мен ойлаймын, соны бағалап отырып, министрліктегі бас мамандар сол өзі қазір ұлттық спорт орталығында жастар арасындағы аударыспақтың бас жаттықтырушы болып жатыр. Түймебек Жұмалиев баламыз ол жасөспірімдер арасында теңгелуден аға жаттықтырушы болып жатыр. Бұл үлкен жетістік. Сонымен 7 күнге созылған жарыстардың ақтық сынын аяқ басты. Алматыда ұлы дала ойындары. Күннің бұлтасына тығылып ауа райының салқындатқанын жақсыға жордатпайлар. Тіпті Алматы ипподромына жиналған жұртқа да қарасып тұр. Ұлы дала ойындарын бастаған көкпардан ел чемпионатының финалдық кездесулері. Әуелі Атыраудың Нарыны мен Маңғыстаудың Адайатасы үздік-үштікті кім түйіндейтінін анықтады. Бұл сында Ақжайықтың адуынды шабандоздары 3-2 есебімен басым болып, көкпардан 17-ші Қазақстан чемпионатының
қола жүлдегесін қанжығасына байлап алды. Елдің көптен күткен ойыны оңтүстіктің құлагері мен Жамбылдың Әулиетасы арасында өрбіді. Чемпионаттың басты додасында әдегеннен ақ Шымкент жігіттері есеп ашты. Команда капитаны Бақтыбай Шырынқұловтың салымынан соң шапқан аттай, атқан оқтай есеп көрсеткіші көбейе берді. Қос тайымдағы 40 минутта бас аяғы 10 салым мәреге түсті. Оның 9-ы құлагерге тиесілі. Әулиета сапындағы Жұлдызхан Тайырбеков бір салымға қол жеткізген, бірақ одан өзге пай Жамбыл жігіттеріне бұйырмады. Нәтижесінде оңтүстік оғландары көкпардан Қазақстанның 5 дүркін чемпиондар атанды. Көптен күткен армандарымыз орындалып, жігіттеріміз жеңіс тұғырынан көтерілді. Бұл енді мен ойлаймын, жігіттердің, палуандарымыздың өздерінің көптен дайындалып, тер төгіп, осы спортты сүйіп таңдағанынан байланысты. Енді өте қуаныштымыз. Бұрында қазандық болушы еді. Биыл жаңа неде ережеде қазандық жоқ. Соған біз жердегі шеңберге тактика басқаша қолдандық. Бастан шауып шыққанда ең бірінші. Бұрын қазандық кезінде 2 қорғаушы, 2 шабуылдаушы жүйелшік. Бұл жол енді жерде болғаннан кейін шеңбер. Біз бір қорғаушы, қалған 3-ін шабуылшыға жібердік. Өйткені қазанға барған кезде тоқтап артындағысын жәрдем беруге күтетін не емес бұл енді. Көрдіңіздер өздеріңіз. Кім басып барады, сол жерге тастайды. Жерге тастаса қазандыққа қарағанда оңайлау. Әркімнің әртүрлі болады. Адам әртүрлі іс көрсетеді. Соған өзіне арнайы лайықтап, жаңағыдай үйретіп болады. Алдағы 4 ойында өзім жақсылап үйретіп, Чимкентте тренировкада, жаттығуларда қосымша тағы үйреттім. Соның нәтижесінде бүгін жақсы өнер көрсетті. Көкпар аяқтала бере қала басшысы мен ұлттық спорт қауымдастығының президенті сөз алды. Жиналған жұртты құттықтады. Ұлттық спорттың мерекесі Алматыда биыл 2-ші рет салтанат құрғанына разылығын жеткізді. Және бір ерекшелігі ұлы ойындары ұлттық ат спорт түрлерінен ел чемпионатының аясында өткенін айтты. Еңіске салса төскөз атын қылқұйрықтардың бәсекесін тамашалауға келген жұрт көп күтпей теңгеліп жамбатқан ат үстінде күрескендердің өнеріне сүйсінді. Одан бөлек халқымыздың дала ойындарда келген ағайынның алдынан күтті. Қысқасы бұл күн ұлттық спорт ұлықталған мерекеге айналды. Мына өзі қазір Алматыда үлкен мейрам болып жатыр. Қарап отырсаңыз, ине шаншырға орын жоқ. Ел деген мына атмосфераның өзі шынында да елбасының мақаласында айтқандай, болашаққа бағдарыңызда рухани жаңғыруыңызда осы негізі ұлттық дәстүрден бастау алады. Әрбір қазақтың тегінде бір нәрсе ғой, осы ат. Ат дегенде осы арқасы озбайтын адам кем деген. Биыл ұлы дала ойындардың басты ерекшелігі сол, бәйге түрлерінен тұңғыш ел чемпионаты ұйымдастырылды. Алматыға аламандарда бас болған, тай жарыста қарасын көрсетпеген, құнанда ешкімді елемеген сәйгүліктер жиналды. 4 дистанция, біріншісі тай, 10 тай келіп жатыр Қазақстанымыздан. Құнан 26 құнан, 23 топ, 22 аламан. Осы аттардың бәрі келді. Бұл аттардың бәрі дәреже көрсеткен аттар. Мақтаның мақтысы қатысайын деп отыр. Жай ат жоқ арасында. Бәрі дәреже көрсеткен, бірінші келген, екінші келген. Аталған бәйге түрлері көрерменнің көзайымына айналды. Бірінен соң бірі әртүрлі қашықтықта тай, топ, құнан, аламан бәйгеде аттың да атбегінің де сыны білінді. Көбінесе бәйгелердің алды болған Алматы мен Жамбыл облысының аттары. Қос облыс бәйге сәйгүлігі мен жәкейлерді тәрбиелеудегі озық үлгіні тағы көрсетті. Бұл сынға бұрынғы бәсекелерде төбе көрсетіп жүрген аттар ғана қатыстырылды. Ал келесі жылғы ел біріншілігінің бәсі бөлек болмақ. Енді келешекте, ендігі жылдан бастап, әр облыста спартакиада өтеді. Спартакиададан ұтқан бірінші, екінші, үшінші аттарға жолдама береміз Қазақстан чемпионатына. Сол жерде олар не көрсету керек, ойын көрсету керек. Енді алдымызда тағы да жоспарлар бар. Ол Азия чемпионаты, оның кейін әлем чемпионаты. Елді көп күттірген аламанның да сөресі көрінді. Жиналған 20-дан астам тұлпар әдегеннен ытқып алған тұл. Ат қалай, бап қалай деп сұрасқан жанкер сәйгүлікке қамшы басқан сайын тағым қысып аламанның алдын күтті. Әуелі көк ат топ басты. Көк ат соңынан салған бәйгенің бірінші жүлдесі Алматы облысының атышулы тасқынына бұйырды. Бұған дейін де аламанда алдына қара салмаған текті жануар мұнда да бабында екенін байқатты. Бастысы бәйгеден бас көтерген елдің тұңғыш чемпионаты ойдағыдай өтті.
ұлы дала ойындары жалғасып, сонау Ұлыдөбір келіп, осы Алматының Атшабар алаңында бір нүктесі қойылғандай болып сезініп тұрмыз. Үлкен қуаныш үстіндеміз, өйткені жығылған сүрінгеннен аман. Биыл Алматы қаласында екінші рет ұйымдастырылған ұлттық спорт түрлеріне арналған Ұлы дала ойындары фестивалі дәл осылайша мәресіне жетті. Қыл жүйріктер анықталды, шын жүйрік белгілі болды. Аударысып, жамбатқан, теңгеліп көкпар тартқандардың ішінен де ең мықтылары Қазақстан Республикасының чемпиондары аталды. Демек, басты мақсат түпкі мүдде орындалды. Ұлттық спорт ұлттың қуаты екенін естен шығармайық.